жанымсың, сені іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоның басымен жатып сіздерден де қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылу және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Сіздердің қолдауларыңыз қажет бізге. Және мен сіздерді ВК группама шақырамын. Ол жерден көптеген жаңалықтарды оқи аласыздар. Қандай событиялар, қандай ойыншылар шығады деген FIFA туралы, PES туралы. Және де мен лигама кірсеңіздер болады. Қазіргі уақытта енді 2 орын қалды. Мен шыны керек, былай айтқанда турнир жасамай жүргендерді былай айтқанда лигадан шығарып тастап жатам. Енді ол бір үнемі кіріп жасаған тек 3 ход, тек достар 3 ход жасайсыздар, болды, все, бол басқа. Барынша қандай гол соққандарыңыз мен үшін маңызды емес, бірақ әйтеуір белсенді болсаңыздар болды, сол бізге. Белсенділікпен әйтеуір гол соғып лигаға бір жақсы бір қалай туады. Енді қазір уақытта енді гулит шықты, соған байланысты 50 победа керек дейді лига туралы, сондықтан да сол үшін жеңуіміз керек достар. Үнемі ход жасайтын жандар болса кіріңіздер. Енді бүгін мен сіздер үшін пак жинайын деп тұрмын, пак ашайын деп тұрмын. Енді кеш болсын деп ойлап отырмын, енді кеш ашып жатырмын, өкінішке орай. Бірақ та енді сіздермен бөлісеміз, қандай ойыншылар шығады, қандай ойыншылар шықпайды деген сияқты. Ал кеттік достар, бірінші пагымыз 200 былай очкоға аштық, ашып қараймыз. Енді жалғыз өзімнің аккаунтым, сондықтан өте қиындау. Бірінші ойынымызда Маркинзио шықты. Маркинзио кішкене осындай эмоционалный несі жылтырап тұр. Енді екінші пак көрек, қандай ойыншылар шығады екен бізде. Бұл жерден Дибала шықты. Өте керемет, Дибаланы да былай алып алайық. Жақсы. Енді біздің составқа келмейді бұл ойыншылар. Енді өз басыма Салақ, или Диого, или Робертсендер шықса өте жақсы болар еді. Мерино дейді. Опорник шықты. Жақсы, бұл да бір төмен рейтингті ойыншылар шығып жатыр. Ашамыз. Ал бұл жерде Ромело Лукаку 87, жақсы. Өзі бар ғой, шыны керек өзіміз үйреніп қалған ондай рейтингке. Қатты бір кішкене жоғары күтеді екенбіз. Шыны керек бұл жерде тағы көреміз. Крамарич, жақсы, 86 рейтинг. Тағы көреміз. Қандай ойыншылар шығу керек, тағы да жақсы ойыншылар шықса екен. Көрек. Бұл жерде Фекер ең төмен рейтингтер шығып жатыр достар. 86, 87 деген сияқты. Жоғарылар әлі шыққан жоқ, 2 пагымыз қалды. Көрек. Бұл жерде Гавашич шыққан екен, жақсы. Бұл да бір керек болады алдағы уақытта, сондықтан да көреміз. Бұл жерде бізде Анкелино дейді. 85 рейтинг шыққан екен. Бұл жерде енді төмен рейтингтер шықты, өкінішке орай достар. Білмеймін не үшін өткенін, түсініксіз. Сондықтан да сіздерге ұнаса лайктарыңызбен қолдап, енді арна жазылыңыздар. Бұдан да көптеген пактарды ашатын боламыз сіздермен бірге. Ал достар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.